Қайратсыз қорқақ кісі мақтаншақ келеді. Қиыны бұл дүниенің қолы тарлық. Өлмес өмір жоқ, сынбас темір жоқ. Бәрі де өледі, өзгереді, ұмыт болады. Алла, Алла демейінше сөнбес. Қадір Тәңір демейінше ер байымас. Қанша тасып толағанмен су теңізді толтыра алмайды. Анадан өнеге көрмеген қыз жаман, әкеден өнеге көрмеген ұл жаман. Сырты қатты, іші жұмсақ болғанша, сырты жұмсақ, іші қатты болған жақсы. Басқаларды басқару білетін адам күшті, ал өзін басқара білген адам одан да күшті. Сіздің қателіктеріңіз, сіздің күшіңіз. Қисық тамырларда ағаштар күштірек тұрады. Ойларыңыз қайда болса, сіз сол жердесіз. Ойларыңыз сіз болғыңыз келетін жерде екеніне көз жеткізіңіз. Бақытты қуып әлекке түспе, ол барлық уақытта өзіңмен бірге. Алтын жалатылған қару сияқты, мақтаншақтардың да іші тысына сәйкес келмейді. Әзіл тұз сияқты, оны мөлшермен қолдану керек. Сауыттың қасиеті қылышпен ұрғанда, аттың қасиеті жаудан алып шыққанда көрінер. Ажал жетпей өлмек жоқ. Ол ақылды қош көрмес, ата үлгісін көрмесе. Қыз жартып ас бермес, ана үлгісін көрмесе. Қыз анадан үйренбей, өнеге алмас. Ол атадан үйренбей, сапар шекпес. Ата-ана еңбек етіп, балалары өмірдің рахатын көрсе, немерелері қайыр сұрайды. Білгіш сөйлемейді, сөйлегіш білмейді. Өмірде барлық нәрсені соны бар. Өлімнен басқа барлық нәрседен құтылуға болады. Ақылды адам қандай жағдай болса да әлемге байсалдылықпен қарайтын адам. Байлықта доста көп, кедейлікте туыста жоқ. Ата-ананың сүйіспеншілігін түсіну үшін сіз өз балаларыңызды тәрбиелеуіңіз керек. Өкпе болғанша шүкіршілікті ұмытпа. Өмірлік тәжірибе даналықтың атасы, ал есте сақтау анасы. Бастау барлығының жартысы. Азап көргенше ақиқаттың досы бол, бірақ төзуге болмайтын жағдайға дейін оның қамқоршысы болма. Парасатты қамқоршы ретінде тек ақылға ғана өз өміріңді сеніп тапсыр. Қанша байлық жисаң да,
бұйырғаннан артық жей алмайсың. Бұйырған кетпейді, жүгірген жетпейді. Ақша үшін кепілдік берсең де, адам үшін кепілдік берме. Әдет мінезге айналады. Ақымақ өз қатесін ақтауға тырысады, ал ақылды адам қатесін түзеуге асығады. Теңіздің ұлылығы майда көлдерді бауырына басқандығында. Айтқаның шындық болса, ешқашан ешкімнен қорықпа. Себебі аққа Құдай жақ.